Номері 24 мектеп-лицейінің 7 Б сынып оқушысы Қасымқызы Айша. Ғылыми жоба тақырыбы қазақтың қонақжайлылық дәстүрі және оның қазіргі көрінісі. Мен бүгін ғылыми жоба тақырыбына байланысты мектептегі апайлардан сұхбат аламын. Апай, саламатсыз ба? Сізден сұхбат алуға бола ма? Қонақжайлылық дәстүрін сіз қазақ халқының құндылықтарының бірі деп санайсыз ба? Қалай ойлайсыз? Әрине, қазақ халқының ең ерекше құндылықтарының бірі осы қонақжайлылық болып есептеледі. Және көп халықтардың ішінде біздің қазақтың қонақжайлылығына басқа халықтар үлкен құрметпен қарайды мысалы. Апай, сізге екінші сұрағымды қойсам бола ма? Әрине. Қонақ келгенде қандай дәстүрлер міндетті түрде орындалады? Мысалға біздің үйімізге қонақ келгенде ең бірінші сырт киімін шешіп іліп қоямыз. Сосын төрге көрпе жайылады. Сосын қонақпен әңгімелесіп отырамыз. Сосын шайды қоямыз, тағам саламыз. Шайға дастархан жаямыз. Дастархан жаймастан бұрын әуелі қолға су құйылады. Қолға су құйылғаннан кейін дастархан жайылып, алдымен нанды қоямыз, ас атасы нан. Содан кейін шай беріледі. Сосын әңгімелесіп қонақтың көңілін аулау керек. Содан кейін шай ішіліп болғаннан кейін ас қайтарылады. Содан кейін дастархан жиналып, қолға су құйылады. Осындай дәстүрлер бар. Апай, саламатсыз ба? Сізден сұхбат алуға бола ма? Иә. Қонақтың қандай түрлерін білесіз? Қонақтың қандай арнайы қонақ болады, құдай қонақ болады и қыдырма қонақ болады. Рахмет. Жинар апай, сізге сұхбат алсам бола ма? Қонақ шақыру мен қонақ күтудегі дайындық қанша уақыт алады? Жалпы негізі мен өзім бір күн бұрын дайындалғанды жақсы көремін. Қонақ күткен кезде үнемі бір күн бұрын әртүрлі жаңағы тағамдарын алып қоямыз деген сияқты. Үнемі бір күн бұрын дайындалған дұрыс деп ойлаймын. Бірақ дастархан жаю деген мәселе, дастархан жаюды бір 3-4 сағат бұрын бастаймын өзім. Сізге сұрақ қойсам бола ма? Қонақты қала мен ауыл тұрғындары қалай қарсы алады? Сәлеметсіздер ме? Маңғыстау менталитетінде қонақты қазір жылы қабақпен, жайма шуақпен, құшақпен қарсы аламыз. Бірақ та мен қала және ауыл тұрғындарының қонақты қарсы алу мәдениетін екі түрлі деп қарастыра алмаймын. Екеуі бір-біріне ұқсас. Тек қана қала тұрғындары заманауи үлгіде қонақты қарсы алады. Ал ауылға барсаң, олар құшағын жайып, қымызыңды қойып, қымыз қымыраныңды қазы қарта жал жаясын асып, қасына бешбармақпен күштілеп қарсы алады. Одан кейін қонақ келгеннен кейін қашан кетеді екен деп күтіп жүрмей, неше күн болса да сонша күн қонақты разы етіп солай шығарып салады. Ал қаланың үйінде енді адамдардың өздері қысылып, солай тез қонақ болып, тез өзінің үйіне аттануға асығып тұрады. Бірақ та мен өзім қаланың келіні ретінде айта аламын, келген қонақта жақсылап қарсы алып, разылықпен күлімдеп шығарып салған маған өзіме өте қатты ұнайды. Және бұл дәстүр қаланың да үйлерінде сақталған деп ойлаймын. Тек қана айырмашылық қаланың үйінде заманауилық бар, ал ауыл тұрғындары қонақты кішкене ескі салтқа, қазақилыққа салып, солай қарсы алады. Маған қонақжайлылық салты, қазақтың салты өте қатты ұнайды. Бүгінгі сұхбатымызды қорытындылай келе, әр адамның қонақ күту ерекшелігі бар. Қазіргі заманда қонақ күту бұрынғы заманнан біршама өзгеше екендігін байқадық. Қонақжайлылық мәдениеті мен дәстүрдің сақталуы қазіргі заманға сай өзгерістер болса да, қазақ қоғамында қонақ күту әлі де маңызды дәстүр болып қала береді.